Қазақтың жаңа жылы Наурыз мерекесімен баршаңызды құттықтаймын. Баршаңыздың отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Қазақстан егемендік алған кезі үлкен әлемде жаңалық болса, енді міне елбасымыз ауысып, президент ауысып, елде үлкен жаңалық болып жатыр. Осы жаңалықта барша қазақ отбасына, қазақ еліне үлкен жақсылықтар тілеймін. Бүгін біз Аңыз фильм кино студиясының ұжымы осы табиғатқа шығып, осы мерекемізді өзімізше атап өтіп жатырмыз. Қазақтың болашағы ол өсіп келе жатқан ұрпақ. Біз осы команда өсіп келе жатқан ұрпаққа қызмет ететін, жұмыс жасайтын, қазақ анимациясының, қазақ анимациялық киносын жасап жатқан ұжым. Аңыз фильм кино студиясы сіздерді барша жаңа жылдарыңызбен құттықтайды. Ең қуантпаған нәрсе, біздің анимация бөлімінде, қазақ фильмдегі анимация бөлімінде біз көп екенбіз кәдімгідей. Кәдімгідей көп адам екенбіз де, жастар бар, мәселе мына жерде бір емес, 3 буынның өкілдері бар. Аға буынның өкілдері бар арамызда. Орта буын, жас буынның аниматорлары бәрі бүгін қосылып, үлкен табиғатқа шығып, көкке шығып, міне көктемдегі жаңағы бүгін өзіміздің қазақи мерекеміз, төл мерекеміз, бүкіл түркі жұртының мерекесі, Наурыз мерекесін тойлап отырмыз. Көкке шыққанымыз сол. Тілейтінім, әрине мынау үлкен мерекеде бәріміздің ойымыздан тек қана асқақ армандар шықсын. Асқақ армандар армандайық, жоспарлайық. Сол жоспарларымыз бәрі іске ассын. Мынау анимация бөлімінде жұмыс істегеннен кейін анимация саласын осы Қазақстанның аумағында, әлемдік аумақта үлкен бір нәтижеге жетсек, үлкен арман. Мен тілейтінім сол. Наурыз құтты болсын. Керемет табиғат, керемет таза ауа, керемет көңіл-күй, арамыздағы сыйластық өте тамаша. Қазақ анимациясының алар асуы әлі алда, бағындырар биігі әлі көп. Қазақтың қазылмай жатқан, қазынасы жасалмай жатқан өте көп терең дүниелер бар, аңыз әңгімелер бар. Соны бүкіл әлемге көркем дүние етіп, қазақты танытатын етіп шығаруымыз керек. Қазақ анимациясы жасасын.